Қазақ халқының күйшілік дәстүрі көп халықтардан ерекше тұрған өнер. Ол көбінесе белгілі оқиға, тарихи мазмұнға орай құрылады. Күйлер өзінің дәстүрлік ерекшелігіне қарай, орындалу мәнеріне, құрылыс тәсілдеріне, қағыс түрлеріне қарай екі үлкен мектепке бөлінетіндігі бізге белгілі. Оның біріншісіне музыкалық образы жағынан симфониялық сипатты белгілейтін Батыс Қазақстан дәстүрінде орындалатын күйлер жатады. Бұл күйлер көбінесе Құрманғазы дәстүрін қамтиды. Ал екіншісіне орталық Қазақстанда орындалатын көбінесе Тәттімбет дәстүрін қамтитын шертпе күйлер жатады. Біздің бүгінгі әңгімеміздің орайына қарай осы шертпе күйлерге тоқталайық деп отырмыз. Енді оны сөздерді кейін сұрыптайын. Шертпе күйлер сөз болғанда алдымен арқа дәстүрінде орындалатын арқа күйшілерінің күйлерін көбірек ауызға аламыз. Қазақтың терең ойға, сезім сыры мен терең философияға толы күйлерді осы шертпе күйлерде жиі кездесіп отырады. Тартылу стилі ерекше. Қазақ күйлерінің үлкен бір мектебіне жататын бұл дәстүрдегі орындаушылық мәдениетті оның композиторларын сөз еткенде, жаңа біз айтып кеткендей, Тәттімбет күйлері ауызға оралады. Өйткені Тәттімбет күйлерінде ұлғайған, есейген жанның сезім толғамдары, жан дүниесі, ой өрісі күй арқылы өрнектеліп отырылады. Мысал алатын болсақ, Тәттімбеттің көкейкесті күйі адамның терең ішкі сезіміне қарай құрылған. Көкейкесті күйінде асқан даналық, алғырлық, қазақ қауымының ішінде әсіресе қарт адамдардың бастан кешірген оқиғалары суреттелініп отырылады. Бұл күйді шығарғанда Тәттімбет өзінің өмірінің соңғы кездерінде шығарған екен деседі. Әсіресе осы өмірінің өзінің соңғы кездерінде бір науқастанып төсек тартып жатқанда Тәттімбеттің көңілін сұрай барған қарттарға тартып берген осы күйінің мазмұны оның жаңағы өзінің бастан кешкен оқиғаларын. Менің өмір жазым өтті ғой, енді өмірімнің мынау бір көзі оның есейген ұлғайған кезі келіп қалды ғой деген ой толғанменен көкейкесті күйін толғап берген екен. Көкейкесті күйі көбіне оның өзінің қағыс тәсілдеріне қарай жаңа қолдың бірыңғай жоғары қағуыменен екі қолға бірдей діріл алу, вибрация алу толқындарыменен өзінің ой сымбатын, ой өрістерін бейнелеп береді. Күйдің астарында үлкен терең философия, терең мазмұн жатады. Ой тебірентерлік, қиял тербетерлік Тәттімбет күйлері көкейкесті сияқты 40-тан астам туындылардан тұрады. Әсіресе оның қосбасарларының бір қанша түрлері. Сары өзені, сары жайлауы, теріс қақпай сылқылдақ, былқылдақ, бес түрі, азамат, алшағыр, боз айғыр, боз торғай, қорамжан сияқты көптеген күйлері халыққа кеңінен таралған. Тәттімбеттің күй тарту дәстүрін жалғастырушы арқа жерінде көптеген күйшілер өткен. Олар Тоқа, Баубек, Қыздарбек, Әбді, Мақаш, Дайрабай сияқты атақты күйшілер. Тәттімбеттің күй тарту дәстүрін арқа жерінде жалғастырушы домбырашылар да біздің советтік Қазақстан дәуіріне дейін жалғасып отырады. Соның ішінде атақты домбырашы Әбікен Қасеновтың алар орны ерекше десек, Әбікенменен қатар күй тартқан Аққыз, Әтике Әбенова, сондай-ақ оның жалғасы болған бүгінгі күндегі Мағауия Хамзиндер есімдері арқа күйшілерінің дәстүрін бізге жеткізушілер болып саналады. Осылардың орындауында Тәттімбеттің күйлері, Тоқаның күйлері, Әбдінің қосбасарлары, сондай-ақ Саймақтың күйлері, Саймақтың сары өзені. Міне осы тәрізді көптеген күйлер кездеседі. Бүгінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен алып қарайтын болсақ, Тәттімбет дәстүрінде орындайтын домбырашылар кездесіп отырады. Осының бір мысалы ретінде біз ауызға Семей облысының Ақсуат ауданында тұратын қарт домбырашы
Бағаналы Сая Төлөкөвдү алабыз. Бағаналы Сая Төлөкөв қазір 80-ден асты. Ол кісінің репертуарында да 30-дан астам күйлер бар. Осы күйлердің көбі Тәттімбет, Тоқа күйлерімен қатар арқаның көптеген күйлерін ауызға алып тартып бере алады. Тек қана тартып беру емес, жаңағы Бағаналы қарттың бір қасиеті осы күйлердің біз ауызға алып отырған атақты домбырашы Бағаналы Сая Төлөкөвдүн репертуары қызықты да, әрі оның өз оқиғаларымен тартымды. Бағаналының бір қасиеті ол күйлерді ғана тартып берудің сыртында әрбір күйлердің тарихын еске алып айтып бере алады. Міне мен осы өткен жаздағы сапарымда Бағаналы Сая Төлөкөвдү әтейлеп іздеп барып, ол кісінің орындауындағы көптеген күйлер жазып алдым. Ол күйлердің көбі жаңағы біз айтқан жоғарыдағы арқаның атақты күйшілерінің күйлерінен тұрады. Сондай-ақ Бағаналы Сая Төлөкөв өз жанынан да бір қанша күйлер шығарған адам. Ол кісінің күні бүгінге шейін қолынан домбырасы түспеген, әлі еңкеймеген өнер шабытындағы адам деп айтуға болады. Міне осындай өнер тарландары біздің Қазақстанның әр жерінен кездесіп отырады. Арқа жеріндегі күй орындаушылық дәстүр өз алдына Тәттімбет мектебіменен ерекшеленсе, енді Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі, Қаратау өңіріндегі күйшілердің күй тарту дәстүрі көбіне Сүгір күйдің мектебін еске түсіреді. Сүгірдің күй тарту ерекшелігіндегі бір қасиет, оның күйлерінде қобыз үні басым келеді. Өйткені Сүгір бала кезінде ықыластан күй үйреніп, ықыластың қобызда толғаған күйлерін домбырада толғай тартып, күй тартқан ардагер күйші болған. Міне сол Сүгірдің өз жанынан да шығарған күйлері көбінесе өзіндік ерекшеліктерін. Міне сол біз әңгіме етіп отырған Сүгір күйшінің де өз жанынан шығарған көптеген күйлері бізге мәлім. Оның Аққу, Кертолқау, Тоғыз тарау, Бес жорға сияқты күйлері бүгінгі күнде Қазақ радиосынан, телевидениесінен, пластинкалар арқылы шығарылып, халқымызға кеңінен тарап жатыр. Сүгірдің өзінің күй тарту дәстүрін жалғастырушы, оны ары қарай дамытып, байытушы көптеген мұрагерлері, шәкірттері бар. Солардың ішінде әсіресе осы заман тақырыбына көптеген күйлер шығарып жүрген Төлеген Момбековті біз ерекше атаймыз. Төкен Алматыға жиі келіп тұрады. Өнер орындарында жиі болып тұрады, концерттерді беріп тұрады. Әр келгенде шабық құшағына толы оның жан дүниесінен ақтарылған өзінің туындылары тартымды да сондай ойлы келеді. Төкеннің күй тарту стилі де арқа күйшілері сияқты шертпе күйлердің өзіндік ерекшелігімен, өзіндік қолтаңбасыменен өрнектеліп отырады. Сондай-ақ Төлеген Момбековке ілесе домбыра тартып жүрген генерал Асқаров, Файзолла Үрмісов сияқты атақты домбырашылар бар. Сондай-ақ Жамбыл облысында тұратын Боранқұл Қошмағамбеттің күйлері де біздің бүгінгі күнде көңілімізден шығып жүрген жақсы туындылар деп атаймыз. Міне, ойлап отыратын болсақ, біздің халқымыздың өнерпаз осындай жақсы күйшілері бүгінде халқымыздың ортасында жиі кездесіп отырады. Біздің мақсатымыз осыларды жинақтап, осылардың өнерін халыққа кеңінен насихаттау, күйлерін шығару. Осыған орай мен биылғы жылдығы жоспар бойынша Жалын баспасына монографиялық бір еңбек өткізіп отырмын. Ол монографиялық еңбекте халқымыздың жаңа ардагер күйшілерінің, әсіресе шертпе күйшілерінің 24 күйінің нотасы, сондай өмір баяны, творчестволық жолы, күй тарту ерекшеліктері кітапта толық баяндалып кетеді. Міне, сіздердің жаңағы сұрауларыңызға байланысты менің күй туралы қысқаша ой толғанысым осылай болса керек деп есептеймін. Ойлап тұрсақ, қандай да бір күйшінің өзінің өмірге келу жолында
оның тума дарынында қалайда бір ықпал болатындығы байқалады. Халқымыздың ардагер күйшілерінің көбі өзінің ата жолын қуып, алдыңғы буын үлкен күйшілерден, ірі күйшілерден, ата күйшілерден үйренгендігі тарихта дәлелденіп отырады. Мысалы, Тәттімбет өзінің ағасы Әлиден үйренсе, Тәттімбеттің күйлерін жалғастырушы оның інісі Жақсымбет Тәттімбеттің шәкірті болып бері қарай жалғасады. Сол сияқты үлкен күйшілердің барлығы да өзінің жаңағы бір негізгі ұстазынан үйренгендігі анықталып отырады. Өз басым күй тартуды бала кезімде 8 жас шамамда ағам Раздықтан үйренген еді. Біздің елде Раздық атақты домбырашы болды, әрі құсбегі болды. Сондай өзі бір жан дүниесі, өнерге толы адам еді. Ол әрі мектептің директоры болып жүрген кезде өз қолынан домбыра шауып, ағаштан 25 домбыра жасап, балалардың әрқайсысының қолына лайықтап, домбыра таратып, оркестр құрған еді. Міне ол кезде оркестр деген ешкімнің ойында жоқ нәрсе, дегенмен 25 балаға өз қолынан домбыра жасап беріп, соған біріктіріп күй үйретудің өзі сол 25 баланың ішінен көптеген домбырашыларды шығарды. Соның бірі мен болдым. Раздықтың бізге алғашқы үйреткен күйінің бірі Аңшының зары деп аталады. Сол Аңшының зарын бізге үйреткен кезде Раздық сол күйдің шығу тарихын, оның қандай трагедиямен шыққандығын, күйдің ішкі мазмұнын тәптіштеп, баяндап отырып бізге буындап үйрететін еді. Сондай-ақ Раздықтың қолынан үйренген шыңырау, салгүрем күйлері менің бала жасымда жүрегіме жатталып, кейінгі жылдары консерваторияға келіп оқуға түскен кезімде 1958 жылы алғаш рет Қазақ радиосының музыкалық фондына жаздырған едім. Міне, менің де өнер жолыма осындай бір үлкен адамның ұстаздығы, оның ұлылық жаңа қасиеті болмағанда, мен де күйші болып шығу мүмкін емес еді. Сондай-ақ байқап отыратын болсақ, әрқайсы өнер адамның өзінің жаңа ұстаз жолы, ұстаздан үйрену жолы кейінгіге сабақ болып, кейінгіні баулып отырған. Мен өз басым күйші болғанда орындаушымын. Көбіне халық композиторлардың күйлерін үйреніп, соның жаңағы ішкі мазмұнын, бояуын бұзбай, соның характерін толық берсем деп, мен соған көбіне атсалысып, со жағынан көңіл бөлемін. Ал өз жанынан шығарған күйлерім өте аз. Күй шығару деген ол еріккеннің ермегі емес, ол бір кәсіп емес. Әр адам күй шығару үшін өзі бір шабыт құшағында ерекше бір толғаныс кезінде ғана шығара алатын болса керек. Мен өз басым алғашқы шығарған күйімді оқып жүргенде елге барғанда жеңгем арнап шығардым. Ол кезде әрине жас кезіміз, жақсы жайлауда жорға мініп, елдің бір толысқан кезінде тамашалап жүргенде шабыт құшағында осы бір күй көкірегіме ұялаған еді. Жеңгем қырғыздың қызы Зура дейтін өте қадірлі бір өнер адам еді. Асқан әнші болып, елге аты белгілі Зура әнші деген әнші аталған еді. Сол үшін де мен жеңгемнің сынынан өту үшін осы алғашқы шығарған күйіме ат қоймас бұрын тартып берген кезінде жеңгем ойпырмай, мынау күйіңіз бір жақсы болған екен. Қайным, осы күйің мәңгілік болсын, мынау күйің маған қатты ұнады деп, кейбір қайырымдарын үйреніп алып, өзі домбырада шертіп жүр. Сол үшін жеңгемнің жақсы көрген күйі болғандықтан мен күйімнің атын жеңгем сүйер деп қойған едім. Шертпе күйлер бүгінгі күнде біздің қоғамдық әлеуметтік жағдайда халқымыздың бір үлкен ірі қазынасы болғандығы үшін, әсіресе бұл Қазақстанның барлық облыстарына дерлікте кеңінен таралған мұрамыз болғандығы үшін бәрімізде де толқытады. Біз көріп жүрміз қазір, өнер адамдары болмасын, әдебиеттің, мәдениеттің, ғылымның үлкен қайраткерлері болмасын, тіпті қарапайым халқымыз болмасын, шертпе күйлерді өте сүйе тыңдайды, әрдайым сұрап отырады. Хаттар да келіп түсіп жатады. Осыған орай біз 71 жылы Қазақтың Құрманғазы атындағы консерваториясының ректоратының шешімі бойынша, оның бұрынғы ректоры Еркеғали Рахмадиевтің өзінің тікелей бастамасы бойынша шертпе күйдің бір класс сабағын ұйымдастырған едік. Бірақ бұл класс алғашында факультативтік сабақ болып ұйымдасқандықтан
оған онша мән берілмей келді. Ол сабақ ретінде күні бүгінге шейін жүріп келе жатыр. Дегенмен бұл әлі бізді қанағаттандырып отырған жоқ. Осы класты біз Шертпегүйдің арнайы өзінің Тәттімбеттің жаңағы мәнерін, Сүгірдің, Тоқаның, сол сияқты халқымыздың ардагер халық композиторларының өзінің мектебін, орындаушылық ерекшелігін таныта білетін, дамыта білетін, соны байыта білетін классқа айландырсақ деген талапты біз қойып отырмыз. Бұл әрине бұл талапты біздің Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияның оқытушылары, ғалымдары, оның педагогтары қолдайды деп ойлаймыз. Өйткені бұл халықтық мұра, халықтық үлкен өнер. Біздің халқымыздың мәдениетінің өзі осы музыкамыздың үлкен қазынасы арқылы танылмақ. Олай болатын болса, біз халқымыздың ішінде әлде зерттелмей жатқан, табылмай жатқан күйшілерімізді табу, соларды өзіміздің бүгінгі өмір талабындағы мәдениетімізге үлес қосу, бұл біздің азаматтық борышымыз деп танимыз.